Алпыстан асқандар былай дейді: бүгінгі жарақаттар қартайған кезіңде шыға келеді. Егер сен өзіңді 100% емдедім деп ойласаң да, ол көбіне қартайған кезде қайта пайда болады. Әр сәтті бағалауды үйрен. Жас кезінде бәрін әп сәтте алғың келіп тұрады. Сенің уақытың таусылып келеді. Сондықтан әр сәтті бағала. Достарыңа, отбасыңа және ата-анаңа уақыт бөл. Қызғаныш махаббатты жояды. Серіктесіңе сеніп үйрен. Егер серіктесіңе сенбесең, басқа кімге сенбексің? Егер сенде орындалмаған арман болса, оны жүзеге асыруға тырыс. Қартайған сайын армандар тіптен орындалмай қалады. Жаңа адаммен кездескенде сен ол туралы ештеңе білмейсің. Сенің көріп тұрғаның тек қана оның азаматтығы, жасы, жынысы, киімі. Осының барлығының еш маңызы жоқ, өйткені сен ол туралы ештеңе білмейсің. Сырты жақсы болсын, жаман болсын мейлі, сен оның ішкі әлемін білмегендіктен сен ол адамды танымайсың. Бір үзік сыр. Жасың келген сайын ұйқы азайып, уайым көбейеді екен. Күлкіден күрсінуің артады. Жас кездегідей бас салып салғыласқың да келмейді. Өзіңдікі дұрыс екенін білсең де дәлелдеуге тырыспайды екенсің. Жастық шақта байқамағанды байқайсың. Өз ақымақтығыңа басыңды шайқайсың. Кеткен кетігіңді толтырғың келеді. Бұрынғыдай қонақта емес, өз шаңырағыңда отырғың келеді. Жолдасына да бұрынғыдай назданып, еркелемейсің. Не болса соған сүйреп еркелемейсің. Балаларың көзді ашып жұмғанша үлкен болып кетеді. Сондықтан олармен көбірек уақыт өткіз. Олар ересек болған кезде сенімен көп уақыт бірге бола алмайды, өйткені уақыттары жоқ. Адам өмірінде ешқашан жұмыс аз істегеніне өкінген емес, жұмыскер бол. Бірақ отбасыңды, достарыңды және денсаулығыңды бірінші орынға қой. Мүмкін ұзақ немесе қысқа өмір сүрерсің, бірақ қанша жасасаң да денсаулығыңа мұқият бол. Егер өмір ойдағыдай болмаса, үзіліс жасап бәрін ойлан, тынышталып ал, қорытынды жаса, сосын шешім шығар. Адамдар жақсы жұмыс дегеніміз күн сайын ұнайтын жұмыс деген сөзге сенеді. Бұл дұрыс емес. Жақсы жұмыс бұл жұмыс күнінің көп бөлігін шыдамдылықпен өткізе алатын, бірақ сенің шығындарыңды жаба алатын жұмыс. Саған бір ғана жұмыс өмір бойы ұнай бермейді. Тым жүрекпен қабылдама. Мүмкін сенің өміріңе көмек қажет кезінде ешбір сенім қалмаса да елеме. Барлық мәселелер шешіледі. Дос дегеніміз түнгі сағат 2-де қоңырау шалып, шақырғанда да келетін адам. Басқалары жай таныстар. Сенің өміріңдегі ең маңызды адам сенімен өз өмірін бөлісуге келіскен адам. Жүрек ауруы бар адам сияқты жаттығулар жаса және қант диабетімен ауыратындар сияқты пайдалы тамақ іш. Сонда сенде мұндай проблемалар болмайды. Сенде бір ғана өмір бар. Бұл қазіргі өмір. Бір күні ештеңе жасамай, орындалатын армансыз, үмітсіз оянудан сақтан. Тістеріңді үнемі жуып, дәрігерге қаралып жүр. Бұл ұсақ түйек кеңес болып көрінуі мүмкін, бірақ сүйек, тіс, ет, көз деген сөз бар. Шешім қабылдаған кезде даналық сөздер данышпандардың немесе ата-ананың айтқан әрбір сөзін орындап қажеті жоқ. Оларда сен сияқты қателесуге құқығы бар. Кеңестерін тыңда, бірақ шешім өзіңдікі болуы керек. Зат мүлік, ол зат мүлік.
Дүние қоңыз болып қажеті жоқ, оларды бірге алып кете алмайсың, уақыт пен естелік қымбат. Бұрын сериалдан шаршасаң, енді немереден шаршайсың. Әр нәрсеге байыппен қарап саралайсың, қиындықты қай пейілменен демейсің, тағдырдың жазуы дегенге көнесің. Жер ортасында тұрғаныңды өзің де сезесің. Иә, бұл өмір. Өмір үлкен бір базар секілді. Не алсаң да, нені қаласаң да өз еркіңде. Тек соңғы кассаға барып, есеп беретініңді ұмытпа. Адамдар уақыт өтіп барады деп өкінеді. Шын мәнінде өтіп бара жатқан уақыт емес, өмір өтіп барады. Ал уақыттың басы да аяғы да жоқ. Уақытты жылға, айға, сағатқа, минутқа, секундқа, ғасырға бөліп жүрген адамдар ғой. Уақыт мәңгілік, мәңгілік басталмайды да, аяқталмайды да, бәрін бір Алла біледі, бір кем дүние. Адам үмітпен өмір сүреді, әр таңнан үміт күтеді, келешекке сеніммен қарайды. Жалпы адам жер бетінің қонағы. Мүмкін әкең саған қалағаныңның бәрін бермеген шығар, алайда ол саған қолындағының бәрін бергені анық. Балаңнан кемшілік көрсең, әуелі өзіңді сына. Бала бізге бағынбаса, онда біз де бағынудан қалғанбыз. Бала өтірік айтса, демек бізде өз өтірігімізге көміліп жүрміз. Кірер есігіңді теппе, ата-ананың рұқсатынсыз 5 қадам да кетпе. Қатты еркелеп балалық етпе. Ең ақылды адам жақсылық жасап, қабыл болмай қалуынан қорқатын жан. Қажетті нәрсені істей бастасаңыз, содан кейін мүмкін нәрсені бастаңыз. Және сіз кенеттен мүмкін емес нәрсені істейтін боласыз. Алға жетудің жолы ұзақ болса, кері кетудің жолы бір-ақ күндік. Адам әлденеге талпынумен, ұмтылумен өмір сүреді. Мақсаттың сарқылғаны, өмірдің таусылғаны. Малым бар деп мақтанба, боран соқса қайтесің. Басым бар деп мақтанба, ажал соқса қайтесің. Тілім бар деп мақтанба, тіл байланса қайтесің. Бағым бар деп мақтанба, сорға айналса қайтесің. Жастарға ақыл айту қарыз, өнеге үйрету парыз, тәжірибе ұқтыру міндет. Бұл үшеуін айтпаса қарт кінәлі, ұқпаса жас кінәлі.